Саламатсыздар ма оқушылар, сіздермен бірге биология пәнінің мұғалімі Азат. Бүгін сіздермен жүректің құрылысын жалғастырамыз. Ана жолғы сабақты өткенде біз жалпы жүректің қуыстарын қарастырдық. Сүтқоректілерде жүрек 4 қуысты. Бұл бізде оң жақ жүрекше, сол жақ жүрекше, оң жақ қарынша және сол жақ қарынша. Әрбір қуыстардың арасында оқушылар қақпақшалар орналасады. Мысалға, сол жақ жүрекше мен сол жақ қарыншаның арасында бізде 2 жармалы қақпақша орналасады. Немесе бұны басқаша митралды қақпақша деп атайды. 2Ж деп қойын. Неге екеу? Себебі бізде осы қақпақша жалпы эпикард, миокард, эндокард қабатынан түзілген. Эндокард қабатты мына бізде ішкі қабатты көрсетеді. Осы 2 аяқшасынан түзілген. Сондықтан 2 жармалы қақпақша. Әрі қарай оң жақ жүрекше мен оң жақ қарыншаны бөліп тұратын 3 жармалы қақпақша немесе трикуспидальді қақпақша деп атайды. 3 жармалы қақпақша деп қойын. Келесі, енді жарты ай тәрізді қақпақшаларымыз бар. Бұл қақпақшалар оқушылар жалпы қарыншаларда орналасқан. Бізде 2 қарыншадан ең үлкен артериялар шығады. Мысалы қараңыздар, сол жақ қарыншадан бізде ең ірі артерия қолқа шығады. Мынау бізде қолқа. Яғни қолқаның қақпақшасы арты жағында көрініп тұр, бұл жерде көрінбейді. Бұл аорта қақпақшасы деп аталады. Келесі, оң жақ қарыншадан қан бізде осы бағытта өкпе артериясына жүгіреді. Өкпе артериясы бізде мына оқушылар. Бұл өкпе артериясы. Ал бұл жерде тұрған қақпақша өкпе артериясының қақпақшасы деп аталады. Өкпе артериясының қақпақшасы. Енді жалпы бізде қанның жүру механизмі қалай? Соны сіздерге түсіндіріп кетейік. Біріншіден, оқушылар, бізде қан өкпеден өкпе веналар арқылы сол жақ жүрекшеге құйылады. Ол таза артериялық қан. Яғни таза артериялық қан 2 жармалы қақпақшадан өтіп, бізде сол жақ қарыншаға түседі. Сол жақ қарыншада бізде қан жиырылу есебінен аорта қақпақшасы арқылы аортаға өтіп, аорта барлық қанды мүшелерге таратады. Енді мүшелерде жалпы газ алмасу үдерісі жүрген кезде олар көмірқышқыл газын береді. Артериялық қан веналық қанға ауысады. Енді веналық қандар төменгі қуыс венасы арқылы ол былай келеді, және жоғарғы қуыс венасы арқылы былай келеді. Құйылатын жері ол әрине оң жақ жүрекше. Оң жақ жүрекшеге құйылған таза емес қан трикуспидальді немесе 3 жармалы қақпақшадан өтеді. Өткеннен кейін бізде оң жақ қарыншаға келеді. Оң жақ қарынша жиырылып, таза емес қанды, веналық қанды өкпе артериясына береді. Бұл жерде исключение, яғни өкпе артериясына негізі таза қан болу керек, бірақ та бұл жерде веналық қан. Веналық қан өкпе артериясы арқылы өкпеге барады, өкпеде газ алмасу үдерісі жүзеге асырылады, яғни газ алмасып, таза артериялық қан қайта бізде сол жақ жүрекшеге құйылады. Өкпе веналар арқылы. Яғни өкпе артериясы, өкпе венасы екеуі қызметімен араласып кеткен. Жалпы бұл бізде өкпенің және жүректің қан айдау механизмі болды. Келесі сабақтарда кездескенше сау болыңыздар.